Қайырлы күн, балақай. Бүгін біз 44-ші беттегі 7-ші жаттығуды орындаймыз. Жаттығудың берілгенімен танысып шығайық. Мәтінді түсініп оқы. Балақай, бізге мәтін берілген екен. Осы мәтінді мен саған оқып беремін, ал сен мұқият тыңдап отыр. Кәкеннің демалысы кезінде әкесі: ертең жолға шығамыз, балам. Тағы да тауға шығып кетпе, деді. Қайда барамыз, көке? Деді Кәкен. Ауылға барамыз. Бабана сәлем беріп, батасын алып қайтамыз. Баба деген кім ол, көке? Бабан әкеннің атасы, атаның әкесі. Сонымен, балақай, біздің бүгінгі мәтініміз не жайлы айтылған екен? Дұрыс айтасың. Мәтінде әкесі өз баласын ертіп, яғни Кәкенді ертіп, ауылға барып, бабасына сәлем бергізіп, бата алғызбақ ниетті екендігі жайлы айтылған екен. Мәтінімізбен танысып шықтық. Енді мәтін астындағы тапсырмаларды орындайық. Мәтіндегі негізгі ойды анықта. Соған байланысты өз ойынды білдір. Балақай, мәтіндегі негізгі ой қандай екен? Дұрыс айтасың. Ата-бабамызға құрмет көрсетіп, олардың батасын алу қажеттігі жайлы айтылған екен. Баба ол атамыздың әкесі, яғни біздің әкеміздің үлкен атасы. Үлкендерге сый құрмет көрсету біздің ең үлкен міндеттеріміздің бірі. Келесі тапсырма. Мәтіннен маңызды ойды білдіретін сөйлемді тап. Балақай, мәтіндегі негізгі ойды білдіретін сөйлем қайсысы? Дұрыс айтасың. Ол бізде ауылға барамыз, бабана сәлем беріп, батасын алып қайтамыз деген сөйлем екен. Балақай, ендеше осы негізгі сөйлемді дәптерімізге көшіріп жазып алайық. Сонымен, балақай, біз бүгінгі сабақта мәтіннен таныса отырып, ата-бабамызға тағзым жасап, олардан бата алу бізге күш-қуат беретіндігін, сонымен қатар үлкендерге құрмет көрсету біздің үлкен бір парызымыз екендігін біле алдық. Бүгінгі сабағымыз аяқталды. Келесі сабақта кездескенше сау бол.